Қырғызстан қаласының жоғарғы медициналық колледжінің 122 емдеу ісі тобының бірінші курс студенті Жымбаева Құндыз. Мен қашықтықтан оқып жатсам да, кітапханадан қол үзген емеспін. Электрондық почта арқылы кітаптар оқып жатырмын. Мен оқыған кітаптар ол автомобиль повесі, Қанментер романы, тағы да басқа. Әбіш Кекілбаевтың автомобиль повесі маған өте қатты ұнады. Ол жерде Жақан деген бала туралы айтылады. Жақан бала кезінен Елемес деген кісінің қолында өседі. Жақан 16 жасында 6 сынып оқып жүргенде оны бір кісі шақыртады. Ол келсе, жаңағы кісі әкесінің көзі тірі кезінде сүйек шатыс болайық деген ағасы болып шығады. Ол Жақанға менімен бірге жүр, мен сені адам қыламын, келіншек алып беремін дейді. Сөйтіп Жақан сол кісімен бірге жылқышылық жолында жүреді. Сөйтіп Жақан бір күні төбешіктің үстінен машинаны көреді. Ол Ғайният деген кісінің машинасы болып шығады. Сөйтіп оның қазіргі халі, балалар оны үстіне мініп, сыртын сызып, почтын шығарады. Сөйтіп Шаяхатов оны шоферлікке оқуға жібереді. Жақан 21 адамдық жатақханада жаңағындай сабақ оқиды. Ол жерде Естімесов деген кісі мұғалім болады. Ол кісі сабақта тек қана орысша беретін. Сөйтіп, ол орысша сөздерді дұрыс айтпайтын. Сөйтіп, оның айналасындағы балалар оны кекететін. Бір күні Жақан жатақханадан кетіп қалады. Жылқылықпен болсын күнімді көремін деп. Сөйтіп, аяз көтеріліп, аяқ қолы үсіп, көзі қарауытып құлап қалады. Кейін көзін ашса, жаңағы кетіп қалған жатақханасында жатады. Айналасындағы балалар оған қамқор болып, тіпті Естімесов те оған рөлге отырғызып, 1 жылдың көлемінде оны шофер қылып шығарады. Бұл жердегі негізгі идея ол халықтың жаңашылдыққа бет бұрғандығы. Барлықтарыңызды кітап оқуға шақырамын, біз біргеміз.